Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының COVID-19 індеті кезінде жаназа және құдайы ас өткізуге қатысты мәлімдемесі. Құрметті отандастар, құрметті қадірлі бауырлар, елімізді дүрліктірген індеттің қаупі күннен күнге өршіп бара жатқаны өздеріңізге мәлім. Ауру айтып келмейді. Сақтансаң, сақтаймын демекші, төрткіл әлемге қауіп төндірген дертке немқұрайлық таныту өзіміз үшін ғана емес, жанымыздағы жандардың өміріне де кері әсерін тигізері хақ. Осы орайда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы еліміздің мұсылман қауымын жаназа намазы мен құдайы астарға қатысудан келесідей ережесін сақтауға үндейді. Бірінші, жаназа намазына қатысты талаптарды орындауға. Жаназа намазына бір ғана діни қызметкердің қатысуына, жаназа намазына тек отбасы және жақын тумаларының қатысуына, жаназаға жалпы саны 30 кісіден артық жиналмауға, бойында дене қызуы немесе жөтелі бар кісінің жаназа намазына мүлде қатыспауына, жаназа намазына келуші кісі міндетті түрде санитарлық нормаларды, атап айтқанда бетперде тағу, медициналық қолғап кию және 2 метрден кем емес арақашықтықты сақтауға, індеттен қайтыс болған мәйітті дәрігердің нұсқаулығына сай жууға, жаназа намазы мен уағыздың жалпы уақыты 5 минуттан асырмауға, жаназа намазы барысында қол алысып амандаспауға, жаназа намазының сабын түзеген кезде 2 метр қашықтықты сақтауға, қабір басында мәйіт жер қойнауына тапсырылғаннан кейін жамағатты тездетіп қайтаруға, жасы үлкен кісілер, денсаулығы нашар адамдар және жас балалар жаназа намаздарына қатыспауға, қонағасын өткізбеуге, жаназадан кейінгі асты өткізбеуге немесе отбасы мүшелерімен шектелуге. Екінші, құдайы астарға 7-сі, 40-ы, 100-і, жылы және тағы басқа сияқты қатысты талаптарды орындауға. Астарды өткізбеуге немесе отбасы мүшелері жақын тумаларымен шектелуге. Бір ғана діни қызметкерді қатыстыруға. Санитарлық нормаларды, бетперде тағу, медициналық қолғап кию және арақашықтықтарды сақтауға. Құрметті отандастар, Алла тағала қасиетті Құранда өз-өздеріңді өз қолдарыңмен қауіп қатерге салмаңдар деп ескертеді. Өз өміріміз бен денсаулығымыз Алла тағаланың бізге берген аманаты. Алланың елшісі Мұхаммад, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, өзінің бір өсиетінде адам баласының өзіне де, өзгеге де зиян келтіруіне қатаң түрде тыйым салған. Шариғатта қандайда жұқпалы аурудың белгісі тараған кезде аурудың етек алуын тоқтатуда карантин қажет екені атап айтылған. Сондықтан қазіргідей кезде көрінбейтін зиянды дерт тараған кезде оның алдын алу әрбір мұсылман баласы үшін міндет. Құрметті жамағат, сізде жөтел пайда болып, бойыңызда дене қызуының жоғарылауы байқалса, немесе тыныс алу қиынға соққан жағдайда дер кезінде дәрігерге жүгінуге, сондай-ақ қоғамдық орындарға, тіпті мешітке келуді тоқтатып, құлшылықтарыңызды үйлеріңізде орындауға кеңес береміз. Алла тағала елімізді, халқымызды түрлі ауру сырқаудан сақтағай деп дұға етеміз. Аумин.